Қазақ халқы ислам дінін қабылдағанына 10 ғасырдан артық уақыт өтіпті. Тарихи деректерге сүйенсек, қазақ тайпалары 8 ғасырдан бастап Алланы, Құранды және Мұхаммед алейхиссаламды таныған. Сол кезеңнен бастап Тұран елі ислам өркениеті тараған аймақ болып қалыптасты. Осылайша ханафиттік бағыттағы ислам ата-бабамыздың рухани байлығының ажырамас бір бөлігіне айналды. Бүгінгі бағдарламамыз ислам дінінің қазақ даласына таралуы мен әкелген жақсылығына арналмақ. Өйткені соңғы кездері өкінішке орай исламды қазақ тек 1990 жылдары ғана қабылдады. Оған дейін бабаларымыз адасқандар қатарында болған деген ақылға қонымсыз теріс пікірлер айтылып жүр. Біздің қазақ даласында исламның келуі бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам бұл өмірден өткеннен кейін арасына 50 жыл толмай-ақ осы қазақ даласында ислам діні жайылған. Енді қазақ даласындағы ислам діні негізі болып жаңағы осы Орта Азия мемлекеті, яғни Орта Азия Тұран ойпаты дейміз. Осы Тұран ойпатында 751 жылы жаңағы арабтардың қара қытайларменен болған шешуші шайқасынан кейін, яғни ислам діні толық таратылды осы Орта Азия аумағында. Енді осы Орта Азия бүкіл халқы мұсылмандыққа жаппай бет бұрды. Сондықтан да осы халқымызды, елімізді қалай кінәласа да біздің мұсылман екеніміз, яғни мұсылман болғанымыз және тура жолда болғанымыз ол ақиқат нәрсе. Ислам діні адамгершілік, интеллектуалдық тұрғыдан Тұран халқының биіктеуіне, ілгерілеуіне үлкен септігін тигізді. Ұлттық идентификацияға келгенде де исламның орны бөлек болды. Егер біздің жүрегімізде иман болмаса, ата-бабаларымыздың, егер біздің бабаларымыздың жүрегінде иман тура болмаған болса, ол адасқандардың қатарында болған болса, онда біз мына осы ұлан-ғайыр даланы осы уақытқа дейін жаулап алып, оны бізге мұра қылып қалдыру мүмкін емес еді. Адамның қашанда рухы қай кезде биік болады? Оның рухының биік болатын кезеңі қай кезде өзінің жүрегінде Аллаға деген сенімі тура болған жағдайда ғана оның иманы берік болады. Және осы халықты, елге батырлық, ержүректік сыйлайды. Және рухани күш беретін нәрсе. Сондықтан да біздің бабаларымыз ешқандай да ешқашанда осы иман жағынан әлсіз болған деген жала еш уақытта бізге келмейтін нәрсе. Сондықтан да осы міне қарап отырсақ тарих беттерінде айтады, 1043 жылдың күнінде қазақ сахарасында исламды қабылдау бұқаралық сипат алды дейді. Зерттеушілер осы кезде 10.000 түтін иелері 20.000 малды құрбан шалды дейді. Яғни бұл болатын болса 1045 жылы жаппай Тұран ойпаты, яғни қараханиттер дәуірінде біздің Орта Азияда ислам мемлекетіне ағылды, түгелдей ислам мемлекеті өмір сүрді. Яғни біздің еліміз, ата-бабаларымыз, аналарымыз, барша исе түркі халқы ислам шариаты менен өмір сүрді. Ислам діні сондай-ақ Тұран даласында діни білім ошақтардың көптеп ашылуына септігін тигізді. Осының арқасында көптеген ғылым шамшырақтарының аты тек қана қазақ емес, сондай-ақ ислам тарихында қалды. Қарап отырсаң, бұл исламның келуі қазақ даласына, яғни осы Тұран даласына қандай жақсылықтар әкелді? Ең бірінші, біздің бұрынғыдан да бар мәдениетіміз одан әрі жоғарылай түсті, білім артты, білім ошақтары салынды. Осы Тұран даласында мешіттер зәулім бой көтерді. Және осы Орта Азия жерінде сосын бұл ғылым, білім дамыды. Әсіресе осы ислам діні. Енді тарих беттеріне қарап отыратын болсақ, осы араб даласынан келген көптеген ғалымдар айтады, біздің бұрынғы аталарымыз осы Орта Азиядан келіп араб тілін үйренген дейді. Яғни осы ғылымның
ілімнің дамуына ислам дінінің келуі үлкен себепші болды. Яғни біздің даламызда медреселер салынды. Осы медреселердің барлығы да түрлі ғылымдарды оқытуға неғылды жолдама берді. Яғни қарап отырсаң, география ілімі, математика ілімі, медицина ғылымы, және филология ғылымы, тағы да басқа осы салалас, бүкіл саласымен неғылды? Осы медреселерде неғылды? Сабақ берілді. Яғни бұның барлығы неғыл дейді? Біздің ата-бабаларымыздың жүрегіндегі иманның тура болуынан дейді. Енді қарап отырсақ, Қарахан әулетінің кезінде ислам діні, яғни өзінің шарықтау шегіне жетіп, яғни осы кең далада өзінің шариатымен жұмыс жасай бастады. Ал енді осы кезеңдерде қазақ даласында дүниеге келген, мысалы, Әл-Фараби сынды, Ахмет Яссауи сынды, Жүсіп Баласағұн сынды, Итқани сынды үлкен ғалымдар, ғұламалар неғылды? Осы қазақ даласында, қазақ топырағында дүниеге келді. Тәрбиеміз бен ұлттық сипатымыз ғана емес, әдебиетіміз бен мәдениетіміз, ғылым мен өмірдің басқа да салалары ислам мәдениеті негізінде қалыптасқан. Бұлар ең бірінші болып осы ислам дінінің зерттеуін бастады. Исламды елге қалай жеткізу туралы, және осы адасудың жолдарынан сақтау жолдарын, яғни осы туралы өздерінің бүкіл ғылыми еңбектерін осы тұсқа неғылды? Арнады. Яғни бұлай қарап отырсақ, енді исламның қазақ даласында енді түркі империясы тарағаннан кейін қазақ даласында билең алуы, яғни бұл жаңағы Шыңғысханның шапқыншылығынан кезінде 12-ші ғасырда, яғни кішкене тұралап қалған уақыт бар. Енді осы кезеңдердің арасында кішкене тұралады. Бірақ бұл көпке созылған жоқ. Яғни Шыңғысханның әулеті де қазақ даласына келіп тұрақтағаннан кейін неғылды? Бұлар ислам дінін қабылдады. Яғни осылар ислам дінін қабылдағаннан кейін, мысалы, жаңағы Әз-Дәуке болсын, Жәнібек хан болсын, барлық біздің даламызда хан болып, сұлтан болып, осы елімізді билеген азаматтардың барлығы неғылды? Ислам дінін қабылдады. Олай болса, ислам біз үшін тек дін ғана емес, рухани мұрамыздың қайнар көзі. Ол қазақ даласындағы тіршіліктің барлық салаларын реттестіріп келді. Енді ислам дінін қабылдағаннан кейін қазақ даласында неғылды? Бұрынғыдан да жоғары дәрежеде дінді дәріптеу неғылды? Күшейе түсті. Яғни бұрынғы медреселердің үстіне 5 есе, 7 есе медреселер салынып, яғни үлкен кітапханалар орнына келтіріліп, қайтадан осы ислам дінінің шарықтауына және ғылымның, білімнің, мәдениеттің дамуына өзінің үлесін қосты. Қарап отырсақ, мысалы, қазақ даласы ең бірінші, қазақ даласында қазақтар ең бірінші бөлініп шыққанда Тәуке ханның 7 жарғысы қабылданды. Осы 7 жарғыда неғыл дейді? Яғни әрбір пунктін дұрыстап белгілеп, яғни мынандай пункттер бар. Мысалы, рухани мұрагерлік тума-туыс пен осы дін қызметкерлерінің қатысуымен өтеді делінген дейді. Және осы 7 жарғының тағы бір білім алу пунктінде, яғни бұл нәрсе көп уақытқа дейін жарияланбаған нәрсе, яғни осы білімді үйренуге неғылған пункт қойған. Яғни әрбір атана 7 жастан баласын неғылды? Алғашқы сауат ашу курсына берді. Яғни бұлайша қазіргі таңдағы тілмен айтқанда, молдадан білімін, алғашқы білімін ашуға неғылды? Үндеді. Яғни баласын 7 жастан молдаға бермеген ата-анаға неғылды? Жаза тайындады. Сондықтан да әрбір атана баласын оқытуға неғылы болды? Құқылы және міндетті болды. Тарихта аты қалған, бүгінгі ұрпаққа бай мәдени мұра қалдырған ақын жыраулар, билер, исламнан нәр алып, тұран өркениетінің көрнекті өкілдері атанды. Ешқандай да себеп жоқ біздің ата-бабаларымызды
тура жолдан адасқан, немесе иманы дұрыс емес дегенге ешқандай не алмайды. Бізге сай келмейтін нәрсе, яғни теңеулер. Яғни осылардың бәрін сараптап, қарап отырсақ, ол біздің ата-бабаларымыздың ислам дініне, яғни осы ілімге, ғылымға деген мәдениетке қызығушылығы не алады? Байқалады. Яғни мысалы қарап отырсақ, міне 16-17 ғасырларда Орта Азияда, Еділ бойында, мысалы жаңағы Бұхара, Самарқан, Ташкент, Хиуа, Түркістан деген сияқты үлкен-үлкен қалаларда не қылды? Медреселер одан ары не қылды? Көбейгеннің үстіне не қылды? Көбейе түсті. Енді сол кезеңдердегі өмір сүрген ақын жырауларды алайық. Немесе үлкен данышпан аталарымызды алайық. Бұлардың барлығы да халыққа қалай дінді жеткізсем жеңіл болады деген, яғни өзінің қазақтың қарапайым тілінде не алған? Жеткізе білген екен. Енді бұларға өте мысал көп айта беретін болсақ. Қарап отырсақ, Жүсіп Баласағұнның шығармаларын алатын болсақ, ең бірінші иман мәселесінен бастап, одан кейін Аллаға құлшылық, пайғамбарға бағыну, яғни пайғамбардың ізбасарларына бағыну, және бала тәрбиесі, бұлардың барлығын өзінің шығармаларында не алған? Айқын көрсетіп кеткен. Ал одан бердегі өмір сүрген өзіміздің, мысалы Қашаған сияқты, Сүгір сияқты жырауларымызды алатын болсақ, одан бердегі Ыбырай Алтынсаринді алатын болсақ, мысалы Абай Құнанбаевты алайық, мысалы Абайдың жаңағы иман мәселесіндегі айтқан Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас, рас сөз ешқашанда жалған болмас дейді. Яғни Абай бұл сөзінде нақты иман мәселесіне тоқталып отыр. Яғни бұл кісілердің иманы әлсіз болатын болса, яғни Алланы жалғыз деп дәріптемеген болар еді. Мұсылмандық қазақ ұлттық мәдени өмірінің ажырамас бөлігі болып қалыптасты. Қазақ зиялылары да асыл дініміздің өркендеуіне, оның таралуына өз үлестерін қосты. Олардан қалған бай рухани мұра исламға негізделген. Бір күні Абай менен Мәшһүр Жүсіп не алады? Кездесіп қалады. Сол кезде Абай айтады: осы сені елдің бәрі Мәшһүр Жүсіп деп мақтан тұтады. Сенен көп адам ақыл сұрайды. Осы сенің алған іліміңе бір қояр сұрағым бар дейді. Осы сұраққа жауап берсеңіз дейді. Сонда Мәшһүр Жүсіп: менің өзімнің шамам келсе, сіздің бұл сұрағыңызға жауап беруге тырысайын. Бірақ мен ел мақтағандай емес шығармын деп күлімсірей қарайды. Сол кезде Абай былай деп сұрақ қояды: егер ренжімесең, маған мына сұраққа жауап бер дейді. Алла қайда, шайтан қайда дейді. Сол кезде Мәшһүр Жүсіп іркілместен не алады? Алла менің жүрегімде, шайтан сенің тіліңде дейді. Міне осы сөзден кейін екі ауыз сұраққа жауап берген Абай естіген бойдан не алады? Өзі кешірім сұрап, бөлек киіз үй тігіп, өзі атына мал сойып, Мәшһүр Жүсіпті не алады? Қонақ қылады. Сыйлап, құрметтеп, үстіне шапан жауып, астына ат мінгізіп, осындай құрметтеп шығарып салады. Сол кезде Абайдың айналасындағы азаматтар түсінбей, бұл қалай болды? Абай, сен бұл не істегенің? Өзіңнен біраз жас кіші баланы да осыншама құрметтегенің қалай дейді. Сонда сіздер сөздің мағынасын түсінбедіңіздер. Негізі мен ол балаға қате сұрақ қойдым, ол менің қате сұрағыма дұрыс жауап тапты дейді. Мысалы, мен Алла қайда дегенімде, Алла әркімнің жүрегінде деп жауап берді. Рас, Алла Тағала әркімнің жүрегінде, ол не қан тамырынан да жақын деген. Яғни біз Алла Тағаланы көктен немесе басқа жерден іздеу мүмкін емес еді. Екіншіден, мен шайтан қайда дегенімде, ол менің тілімде деді. Себеп, мен Алла қайда деген сұрақты Мәшһүр Жүсіпке қоймауым керек еді дейді. Яғни адам баласына Алла қайда деген сұрақ не қылады? Яғни қоюға болмайтындығын көрсетіп отыр. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде де біздің осы
кең даламыздың, Сахара даламыздың ғалымдары, ғұламалары әрбір істе, әрбір сөзде, әрбір айтқан сөзінде абайлы болу керек екенін алып отыр, бізге аңғартып отыр. Қазақ ғұламаларының діни ілімдері терең болған. Ежелгі яссыдағы Қожа Ахметтен бастап, кешегі ел таныған Дінмұхаммед Қонаев пен Қаныш Сәтбаев ағаларымызға дейінгі қазақ қоғамының барлық өкілдері ислам руханиятының тасымалдаушыларына айналды. Біздің қазақ даласында өткен әрбір азамат барлығы да осы алғашқы білімін ауыл молдасынан таныған. Кез келген тарих парақшасын ашып қарасаңыз, немесе әдебиет беттерін ашып қарасаңыз, алғашқы білімді ауыл молдасынан алды деген болады. Ғабит Мүсіреповті алыңыз, Сәбит Мұқановты алыңыз, Ғабиден Мұстафинді алыңыз, Мұхтар Әуезовті алыңыз, Қаныш Сәтбаевты алыңыз, Дінмұхаммед Қонаевты алыңыз. Кез келген осы қазақ даласында аттары аңызға айналған бүкіл азаматтардың барлығы не қылды? Ең бірінші ауыл молдасынан білім алды. Яғни жүрегінде білім нұрын алды. Осы білімменен не қылды? Олардың дәрежесі көтерілді. Осылайша еліне, халқына адал қызмет қылуға осы жүрегіндегі иманның беріктігі не қылды? Қызмет қылды.